жібермейді мысалы. Денсаулық болса кішкене бағындай ақаулары болып сондай болса әскери қызметте жұмыс жасайтын болған соң 50% жеңілдік болады ше. Мен өзім сестренкамды ұстап 50% жеңілдік жасайды, түсіп кетесің. Сарыөзек орта мектебінің оқушылары біздің осы әскери бөлімдерінде қызмет жасайтын әскери қызметкерлердің балалары болғандықтан біз әскери бөліммен тығыз қарым-қатынастамыз. Үнемі жыл бойы жоспарға сәйкес ерлік сабақтары өтіп тұрады. Мектепте ашық есік күндері өткізіледі. Біздің балалар сіздерге әскери бөлімге барып, мұражай бар, жалпы әскери бөлімнің тыныс тіршілігімен танысып, үнемі тығыз қарым-қатынаста боламыз. Енді әрине бізге ол үлкен көмек, өйткені біз отанды қорғаушыларды тәрбиелеу керекпіз. Болашақта біздің болашақ жастар ғой, сол себептен біз міндетті түрде ата-аналар әскери қызметкерлері болғандықтан балаларды сол бағытқа қарай тәрбиелеу міндетіміздің бірі деп те есептейміз. Бүгін бізге әскери қызметшілер келіп, біздің мектебімізге ерлік сабағын өткізді. Және де ол жерде әскерге барудың қандай пайдасы барын және де не себепті бару керектігі жайлы айтылды. Және де бізге арнайы видеороликтер көрсетті. Қазіргі таңда әскери борышын өтеп жүрген сарбаздар қандай істер істеп жүргенін, не істеп жүргендерін, яғни бәрін бізге айтып көрсетті.